Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, біз Өзбекстан Республикасының астанасындамыз. Ташкент қаласында орналасқан Төле би бабамыздың кесенесіне келдік. Бұл жерде Төле би бабамызбен бірге Шейхан Таурдың да жатқан жері орналасқан. Шейхан Таур Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың шәкірті Омар халифаның 17-ші ұрпағы деп келеді. Және бұл Шейхан Таур Төле би бабамыздың рухани ұстазы ретінде саналады. Бабамыздың түсіне кіріп, аян берген ұстаздарының бірі. Жамбыл облысы Шу ауданы Жайсаң жайлауында дүниеге келген. Жолбарыс ханнан кейін Ташкент қаласын 6 жыл билеген Төле би бабамыздың қабірі жатқан жері Ташкенттің ортасында, осы жерде орналасқан. Үлкен Ақсарай бөлмесі деп аталады. Әуелгіде дәруіштердің зікір салған бөлмесі болатын болса, кейінде хандардың қабылдау қызметтерін атқарған. 1694 жылы Тәуке хан осы бөлмеде орыс патшасы Петр біріншінің елшілерін қабылдаған болса, 1765 жылы Абылай сұлтан Әбілмәмбет ханның тұсында, яғни Цин патшалық Қытайдың елшілерін қабылдаған. Сол секілді үлкен хандардың қабылдау қызметтерін атқарған. Және де бұл бөлменің екінші бір атауы Арғындар сарайы деп аталған. Арғындай сарайының аталу себебі осы бөлмеге арғынның игі жақсыларын құрмет ретінде жерлеп отырған. Соның бірден бір дәлелі алдарыңызда тұрған Қаздауысты Қазбек би бабамыздың құлпытасы. Қаздауысты Қазбек би бабамыз Қарағандыда, Қарқаралыда, Ерейментауда дүниеден өтер шағында баласы Бекболатқа аманат етіп, мен дүниеден озғаннан кейін менің сүйегімді Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне алып барып жерледі. Соны ақпан айында қайтыс болған Қаздауысты Қазбек бабамызды баласы Бекболат бір жарым ай дегенде, яғни қазіргідей техника жоқ, сондықтан ол жақтан жету өте қиын, қысы қалың болғандықтан осында бір жарым ай дегенде әкеп жерлеген. Бабалар ізімен жобасы аясында Өзбекстан Республикасы Наваи облысы Нұрата ауданы Ақмешіт ауылында орналасқан Сейітқұл әулие Әйтеке би бабаларымыздың кесенелеріне зиярат етуге келдік. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin diyeceğim bizge, bata bereyim sizge, basına kanşa üstüsüde Allah'dan güder özbe.
Әуелі Алла ал құлым десін, бақытты болсын бәрлі құлым десін, Мұхаммед Мұстафа үмметім десін, желе жебеумен дедім десін. Аллаға жағам десең азанды бол, халқыңа жағам десең қазанды бол, ақылды бол, арлы бол, қатарың алды бол, бақытты бол, жанды бол, малды бол, тең құрбың алды бол. Аллахым, өзіңнен өзгеге мұқтаж қылма, еліміз қуатты, күніміз шуақты, қарияларға иман, жастарға өмір, бе-фарзандқа фарзанд, бемарларға шипа, ол талабанға ол, қыз талабанға қыз, бақыт талабанға бақыт бергейсің. Басымыз аман, бауырымыз бүтін болғай, шайтанның жолына салма, ақыл күшімізді алма, кететін кезімізде ла илаха иллаллах, Мұхаммад Расулullah кәлимасын тілімізден айырма, азауыңнан қорқам, рахметіңе үміттәрмін, достарың көп болсын, дұшпандарың жоқ болсын. Аллахым, осы бүгінгі, осы бауырларымыздың басып келген әрбір қадамдарыңа сансыз сауаптар жасын. Алладан не сұрасаң, артығымен, зиядасымен берсін. Ай келдіңдер, аман қайтыңдар, аман келдіңдер, сау қайтыңдар. Алхамдуллах, 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 я раббил аламин, ва лахибати лил муттахин, вассалату вассаламу ала расулухи Мухаммадин, ва алихи ва асхабихи ажмаин. Bi rahmetike ya Allah. 'Ақмешіт ауылында орналасқан Айтеке би бабамыздың кесенесінің шырақшысы Жомарт мырза, ассалаумағалейкум. Ва рахматуллахи ва баракату. Қалайсыз, жағдайыңыз қалай? Аллаға шүкір. Шаршамай жүріп жатсыздар ма? Айтеке би бабамыз осы ауылда дүниеге келген, дұрыс па? Осы ауылда дүниеге келген, балалық шағы өткен, осы жерде өскен. Айтеке би бабамыз туралы осындай ақпаратпен бізбен бөліссеңіз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Міне бүгінгі күнде осы бауырларымыз ел асып, осы Шәкең мен Шәкең деп отырғаным Қасым Жомарт пен Шәукет Мирзиевтің осы екі елдің ортасын біріктіріп тұрған елбастарымызға, қала берсе осы отандастарымызға, қандастарымызға, бауырларымызға, Науаи облысында Нұрата ауданында осы Сейітқұл баба Мүспене Айтеке би бабамыздың басына келіп репортаж қыламын деп ат салысып келіп менімен бөлісіп отырғандарыңызға рахмет. Алла разы болсын. Әрбір басып келген қадамдарыңа сансыз сауаптар жазсын. Мынау Нұрата ауданының Қызбейбі деген тауы жаңа көрсеттім. Сол Қызбейбі тауында туылған. Осы жерде атасы Жалаңтөспенен Ақшағанның қолында білім алған. Себебі кешегі парсы тілі, шағатай тілі дейміз, 4-5 тілдің басын неуе қылып, осы ортамызда кіші жүздің биі Айтеке би бабамыз осы ақырғы өмірінің соңында, енді кеше көшпенділік дейміз, басқа дейміз, түйемен атпенен жүрген, сол атпен жүргенде аттың тарлығысы, үзеңгісі дейміз ғой енді. Сол тарлығаға орап жібергеннен кейін осы Қызбейбі тауынан келіп, осы Сейітқұл әулиенің аяқ жағынан мені жерлеңдер деп өлетін шағында өсиет қылады, 56 жасында. Себебі өсиет қылған нөесі, сол аяққа үзеңгіге тарлығаға байлаған нөесі жүрекке кеп түседі ғой. Сол ақырғы сол демі осы Ақмешіт мақаласы Сейітқұл әулиенің аяқ жағы, енді құбыла бер жақ болғаннан кейін аяқ жағында жерленеді. Сол жерге жерленеді. 1700 жылы 56 жасында дүниеден өтеді. Бұл біздің тұрған ғимаратымыз, бұл жаңа ғимарат екен көрініп тұр ғой. Сол заманнан қайтыс болған күннен осы күнге дейін басында Сейітқұл бабаның,
Айтеке би бабаның басында тек қана көк тас болған ба? Енді жаңа айтып отырмын ғой, енді невесі қалыңдығы бірде 25, бірде 45 болған дейді, көрініп тұр. Себебі кешегі өзімізге келіп, Совет өкіметінен кейін келіп осы Айтеке биді іздеген невесінде 2004 жылдан 2008 жылға дейін іздеу салған кезде осы жердің Науаи облысының бас имамы болған, осы ауданда имам болған Насреддин Ишан деген ишанымыз бар осы жерде. Сол бабамыз айтатын еді дейді. Бабамыз дейді. Себебі кешегі осы таудан кіріп келген жерлердің үстінде түйелер тұр ғой, көрдіңіздер ғой. Сол түйелер тұрған жерде бір Азербайжан менен бір орыс екеуі бульдозерменен тауды жарып келе тұрған кезде менің әкем үстіндегі яктак дейді, мына киіп отырғанымызды. Соны жай жіберіп тастаған екен алдына. Бұл жерде мынау кіші жүздің биі жатыр. Айтеке би қала берсе Сейітқұл қажы жатыр. Біздер әлі бір мәртада бармағанбыз, 3 мәрте қажылыққа барып келген деп, сол яктакты алдынан тастаған кезде, сол алдында жаңа бульдозердің цилиндрі сынып кетті деген осы Насреддин Ишан өз аузымен кеше өлгенше айтып кетті. Себебі жомарт мен ғой неве қылармын, келіп осында сұраған неве келген кезде осыны айтасың деп маған әр кездескенде айтатын еді. Себебі мен бабам осы жерде болған, себебі өзіміз та кешегі күндерде осы қабірдің үстіне көрдіңіз ғой, жағылып не қойған, қозы Аллахпенен қосылып ойнап жүретін бала кезімізде деп. Соны Насреддин Ишанның айтқандары бар. Сөйтіп 2004 пен 2008-дің арасында іздеп тапқаннан кейін 2008-де бабаларымыздың жатқан жеріне осындай кесене тұрғызу деген жоспар жасалды. 2008-де бітті ма бұл негізі? 2008-де басталды. Көргізбелі тастар, құмаран сынықтар бар. Бұл себебі заңға бағынған құл болмайды дейді. Басқа мемлекеттен басқа мемлекетке келгеннен кейін бұл екі қабірді ашады. Сөйтіп ашқанда сол жаңағы күзелер, невелер, кеселер соның ішіне шыққан. Қабірді ашқан уақытта сол заттар шықты. Кейін сол Айтеке бидің бас сүйегін алып Россияға жібереді. Осы ғасырда, осы орталықта неше жаста екен анықтап келгеннен кейінгі неве жаңағы Иса қазақтың барлығы осы жерге жиналып, жаңағы Құран бағыштадық қой отырып, Сейітқұл әулие Айтеке би кесенесінде. Әне соны кіші жүздің балдары салдырған. Себебі о кірпішті осы басқа шаһардан әкелген Шахрисабыз деген невеміз бар, ол жерден келген ұсталар. Мынау осы тұрған музейімізбенен артымыз гостиница, оң қол жағында мешіт, оны орта жүздің балдары салдырған. Ұлы жүздің балдары осы жаңа кірер аузыңыздан айналдырып заборды көтеріп 3,5 метр биіктікте. Скважин қаздырып 95 метрден. Бұны ұлы жүздің балдары салдырған. Себебі бұл жерде мен сіздерді бөлейін деп шақырып отырған жоқпын, бірігейін деп шақырып отырмын. Себебі бірігейін деп шақырып отырған себебім осы кешегі 2012-де басталғаннан кейін 2014-те 370 жылдан осы жерде тойлап өттік. Енді Алла нәсіп етсе, аманшылық болып тұрса, 24 жылға 6, 7, 8, 9 май 4 күн осы жерде Айтеке би бабамыздың 380 жылдығын тойлаймыз деген. Осы жерде атап өтіп, басына Құран оқып, Құран бағыштап, сонда іс-шара жасайын деп жатсыздар ма? Иә, іс-шараның ең үлкені кешегі осы Айтеке бидің баласы Қызылорданың Қазалының Басықара деген жерінде баласы да би болған, Бәйбек.
ол Айтеке би ол Өтебас бабамыздың. Сол Өтебас бабамыздың асына мен бардым. 16 киіз үй тігілді. Қала берсе концерттер болды. Тәдбірлерінде араластым. Ертеңіне екінші күні бәйге болды. Бәйгенде басталымдар өте небе болды. Аны сол қайтып келе жатып, Қызылорданың әкімімен кездестік. Себебі Өзбекстан Навай облысы менен Қазақстанның Қызылорда облысында меморалдық шартнамамыз бар біздердің. Әне сол жерде Талғат деген бауырымыз бар, телеарнаның директоры, соның үйінде қонақта болдық. Әне ертеңіне сол жерде кездесіп айтқанда Талғат, мен өзім жеке осы жердегі гала концертті, айтыс керлерді, термешілерді мен өзім апарамын деп уәде қылды. Себебі әкімшілікке кіріп шыққаннан кейін әкімнің айтқан себебі біздер 23 август күні бардық. 27 сентябрьге түрк сойдың президенті келеді осы жерге. Түркиядан, Әзербайжан, Түркмен, Қырғыз, Қазақ, Өзбек, Қарақалпақ бәрі келеді. Сол 27 сентябрьде осы жерге келсеңіз, сол кісімен кездесесіз Сұлтан Мырзамен дегеннен кейін, мен осы Өзбекстаннан барып, жаңа Айтеке би қорының төрағасы бар дедім, Таразда ініміз бар, Еркебаев Ербол деген, соныменен Ордабек деген інімізбенен барып кездестік. Жаңа Сұлтан Мырзаменен. Ол кісі енді республиканский деңгейде өткізіп берем 380 жылдықты деген сол жерде уәде қылды. Уәдесінде мен Қазақстанда отырмын, бірақ мен ертең 28 емес, 29 күні Ташкентте болам. Жаңа өзіміздің елшіміз бар, Бейбіт Мырза, сол Бейбітпен кездесемін, сосын сіздерге анығын айтам деді. Нақ. Соған әрекет қылып отырған жағдайымыз бар, қолымыздан келгенше. Осы келген қонақтарды күтіп алып, осы 24 деп ендігі жыл деп отырмай, оғанда бір 4-5 ай қалды. Қыс өтсе, біздерде күнді көріп тұрсыз қазір. Бұл комплекс. Комплекстің ішінде бабаларымыздың қабірі бар, музей бар, мешіт бар, мына жақта қонақ үй бар. Осы комплекстің жасалуына ең бірінші кім ұйытқы болған? Осы жаңа Бейбіт дедім, Бейбіттен алдын осы Дархан Амангелді, қазір Түркістан облысына әкім болып кеткен, онан алдыңғы Зауытбек Тұрысбеков сол кісі. Енді ол кісі өзіміздің елшіміз болып тұрған кезде осы екі президенттің нөбесіменен Шымкенттен келіп, осы Осман Шахарбек Османұлы деген ағамыз, әрі көкеміз пақта заводының директоры болған. Енді жұмысы солай. Балдарды қазір Шымкентте істейді. Осы екеуі. Кейін және 14 адам списоксы бар осы жерде. Осы жерге демеуші болған, қолдау көрсеткен, осы дүниенің жасалуына себепкер болған 14 адам болып тұрған. 14 адам. 14-ті Қазақстанның азаматы ма? 14-ті Қазақстан. Алла разы болсын. Енді ол кісілер қомақты қаржы көрсетілген. Енді мынандай айтқанда 170 мың, 140 мың доллардан тастаған. Мынадай мәселе бар. Мысалы бұл комплексті жасау бар. Мәселен оған бір қомақты қаржы кетті. Бірақ комплексті жасағаннан кейін оны ұстап тұру деген екінші мәселе бар. Суы, жарығы, жылу мәселесі. Бұл жердегі азаматтардың жаңағы айлығы, бұл жерде шырақшы болуы мүмкін, тазалықшы болуы мүмкін. Әрбір азаматтың айлығы деген сияқты мәселелерді дәл қазір бұл комплексті кім қолдап тұр? Қолдау қай жақтан келіп жатыр? Енді кешегі менің өзім 15 жылы үлкен қажылыққа барып келдім. Алла Тағала қабыл етсін. Өзімді айтып өтсем, мен осы Өзбекстан тумасымын. Навай облысы Кенмық районында туғанмын.
68 жыл дүниеге келдім. Орта мектепті бітіріп, Ташкенттегі Елойский техникумды бітіріп, горный комбинатта 50 жаста пенсияға шықтым. Себебі кешегі 15 жылы үлкен қажылыққа кетіп бара тұрған кезде, жаңа Сейітқұл әулие Әйтеке би кесенесінің ортасында отырып, Аллахым, өзің шақырдың, өзіңе бара тұрмын. Аллахым, осы елге, қалқыма қайтып келсем, пенсияға, нафақаға шықсам, осы жерде қызмет қылам дедіңіз ба? Жеткенше қызмет қылам деп уәде қылған едім. Себебі кеше 20-шы жылы осы өзіміздің Өзбекстан Республикасының қала берсе осы комбинаттың небесіне 50 жаста пенсияға шыққаннан кейін Алла Тағала уәдесінде тұрып мені қайтарды ғой, мен барайын, қызмет қылайын деп 20-шы жылы пенсияға шығып осы жерге келген жайым бар. 15-тің аяғы 16-та Шахарбек ағамыз дүниеден өткеннен кейін осы жерге келіп, әр жылы майдың 17-18-інде садақа беріп тұрдық. Осы жерде 4 қара әлім ағайындар бар, қолдарынан келгенше демекші. Құдай ас қу садақа деген. Ас қылып, 150-200 адамға жағдайымызға қарап ас беріп тұрдық. 2020 жылы жаңағы ініміз Умралық қажылыққа кетіп бара тұрып, тап осы тұрған музейімізге кіріп, есік терезелері ағаштан жасалған еді. Ішінде шаң тозаң болып жатқанын көрді. Мынау 45 миллион ақша, мен келем дегенше есік терезесін қойып қойсаңдар өте орынды болады деп, сол 45 миллион ақшасына осы аква есік терезе пластик дейміз қой. 45 миллион қазақтың теңгесі ма, өзбектің сомы ма? Өзбектің сомасы мен. Сөйтіп жасаған жайымыз бар. Сонан Дархан Аманге сатып алды, сол осы жерге елші болып отырғасын, осы имені Әйтеке бидің басына келіп, әкім Омар Қалилов екеуміз күтіп алдық. Сол жерде бұл болмайды. Бұған қарайтын, жаңа өзіңіз айтқандай, кім не қылып жатыр деген жерден көтерген кезде біздер ештеңе айтамай қалдық. Себебі 16 жылдан кейін Шахарбек ағамыз дүниеден өтіп кеткен, арадан 3-4 жыл өтті, бұл жер қараусыз қалды десек те болады. Сонда Дарханның айтқаны, Өзбекстаннан болмаса Қазақстаннан тап, маған апар деп маған телефон беріп кеткен жайы бар еді. Сонда жаңа ініме звонит қылып, ар жақтан Қазақстаннан шақырып, Ташкентте кездестік барып. Дархан менен отырып, сонда Дархан жөн жопасын айтқан кезде болды. Мен де Алла ризалығы үшін қолымнан келгенше жәрдем қылам. Қасында Ордабек деген ініміз бар. Сол екеуміз қолдан келгенше апарамыз деп, осы абаландырғыш, мынау натежный потолок дейміз ғой, осы тұрған жерімізді. Мынау гостиницасында осындай натежный потолок қылған, мынау Алланың үйі дейміз, мешітімізді әкпа есік терезеден пластиктен неуе қылған, мынау үстім дейміз, навесте тапшан неуе дейміз ғой, үстім дейміз, соларды ләктеп неуе қылған. Енді барлығы айналып келгенде қажылыққа келеді, жаңа тақырақтана неуелерінде барлығын қайтадан жаңалап, мына гостиный дейміз, мына тұрған жерімізде қазір утепленный пол, мына гостиницамызда утепленный пол, гостиницаға арестан өткізіп қойған су, мұздай су барлығы келіп тұр. Енді бұның барлығы қала берсе ел бастарымыздың ауызбіршілігі, қала берсе жаңағы Тараздан келіп, осы жерге ат салысып, ауызбіршілік қылып, әр 2 жылдан бері өткенде беріп отырған 200 адамымызды 800 мың адамға дейін жеткіздік. Алла нәсіп етсе, осы 24 жылға 6, 7, 8, 9, 4 күнге ерекше өткіземіз деген ниетіміз бар. Оған да және айтып өтетін Нәжмедин Мұсабаев деген
Астанада көкеміз бар, Әлім Төртқара, ол Жалаңтөс қорының президенті. Ол да қазір ат салысып жатыр, осы Әйтеке биді ерекше өткізейік деген. Енді бұл жерде Әйтеке би дей береміз, Сейітқұл айтылмай қалып жатыр деймін, келген адамдардың бәріне. Енді Әйтеке биге келдік дейді, Сейітқұлды айтып өтуге жөн көреміз, себебі Сейітқұл қажы 3 марта қажылыққа барып келгенменен, ол өзі әулиелігімен, ілімімен, білімімен барып келген. Себебі Жалаңтөс оның үлкен баласы, ең үлкен баласы. Жалаңтөс Самарқанда 40 жыл әкім болып тұрған кезде Ақшахан бірге туысады. Себебі Қоқан хандығында тұрған Ақшахан. Ақшахан кім? Бәйбектің әкесі. Бәйбектің баласы Әйтеке би. Әне сол Ақша менен Жалаңтөстің екеуінің қолында өседі. Жаңағы ілім, білім алған, нөе қылғандардың барлығы сол нөеде. Себебі мен де жаңа айтып өтетін себебім, Нәжімеден ағаңа айттым, сіздер келіп Жалаңтөстің басына келіп зират қылып, Сейітқұлға келіп зират қылып, Әйтеке биге келіп зират қылып, қайта бермеңіздер. Осы жерде 85 шақырым жерде Бахадыр Жалаңтөс менің арқамда өгілде қақпан тұр. Қақпан. Себебі сол қақпанға кешегі мына Орбұлақта, Қоқан хандығында 20 мың әскерменен барып 30 алып келгенменен оған республикадан келіп, басқа мемлекеттерден келіп түскен, қаржылай көмектер келіп түскен. Сонда мынау Шердар менен Тілақарыны Бахадыр Жалаңтөс салдырған. Себебі оның қолында әскери жағынан да, ұста жағынан да жан жақтама. Әскері де бар, билігі де бар, қаржысы да бар, жұмысшылары бар. Жұмысшылары да бар, құлдары да бар десек те жаңылмаймыз. Себебі ол өзі құл ұстаған дейді ғой өзі. Сондай заман еді ғой ертеңінде. Әне сол Бахадыр Жалаңтөс өзі мен бір демалайын деп атына мініп, екінші атына қақпанды жүктеп 85 километр жерде Күлтас деген тас бар екен. Кеше қазір соткілеріңізге тастап берем, кейін осыған неу есебінде қосып жібересіздер. Бұны айтып отырған себебім тауды, үлкен тау, міне 3,5, міне 3 метр. Тауды тапшан қылған, тау болса міне палас болса, палас құса теп тегіс қылғанда үстіне 9 құмалақ ойнайтын 5 жерден салған. 9 құмалақ деген ойын бар екен. Мына енді қазір де бар, мына аттың тұяғындай жер, сол тауды ойған, невесін салып қояды деген ғой. Сол бойынша, соның үстіне жайнамаз жай жіберіп, песін намазын оқыдым барып. Себебі бұны Бахадыр Жалаңтөс не қылады? Кетіп бара тұрғанда 12 километр қалған кезде Күлтасқа ыза, су шығатын жер бар. Ыза дейді, су шығып жатыр. Сол жерге айналдырып қақпан құрады екен. Сөйтіп 12 километр жерге барады, ана тық еткізіп өзінің абзалдарыменен тауды тапшан қылып 9 құмалақ ойнайтын жер істеп жатқан кезде, ар жақта киіктің мекенінде енді ол кезде прожектор жоқ, мылтық жоқ, техника жоқ, 200-150 болып жүреді екен киіктер. Сонда ана киіктер адам барғасын ағысып келіп, баяғы суға түседі екен қақпанға. Sonra қайтып келеді, міне анда тұз кені бар. Қазір Өзбекстан экспорт қылып жатыр. Қасында 6 километр жерінде аппақ ақ тұз, міне анда қызыл тұз. Соны экспорт қылады деген. Әне соны мауыздай дегенде тұз бар, тұзбенен сұр қылып қояды деген. Сұр болғасын жеңіл болады ғой. Сөйтіп, сол жерде әрі саябақ демалады. Әрі 9 құмалақ ойнайтын жер істеген. Әрі қайтуында 2 атқа кеп, 20 мың әскері бар, бала шағасы бар, немерелері бар, соларға нөе қылады екен. Бұл жердің қаржысын қаяқтан келеді, соны айтып жіберсеңізші, кім қолдап жатыр? Дәл қазір мысалы, су свет газды кім төлеп жатыр? Бұны да адамдар білу керек деп жатырмын да. Бұл жерді қазіргі кезде осы Әбдікәрім деген
тәжік ағайынымыз бар осы жерде. Онда айтып өту керек, бір жыл болды. Жұмысқа алғанбыз, әр жыл айда 2 миллион Өзбекстан сомымен айлық береді соған. Себебі осының бағбаншы невесіне қарамағына қарайтын осы абаландырыш, қала берсе мына мен Қазақстан кетемін, басқа той неуге кеткен кезде осы жерде келген кісілерді шығарып салу, ол соған міндеттелген. Ал енді мынау электроэнергия жағы болса, мынау өзі трансформатор шақси осы Айтеке бидің өзінікі. Өзінің невесі. Мына жерде абаландырыш дейміз. Жан-жағымыз абат қылып отырған енді абаландырыш дейміз ғой. Соларменен бірге келісіп, оларда жаңа 95 метрден насоздан су шығып жатыр ғой. Сол суды олар пайдаланады, тоғын олар төлейді. Сондай келісіммен, неуменен оларға су береміз, олар біздердің энергиямыз төлейді дегендей. Өзім бағана айтып өттім ғой, осы жерде Алла ризалығы үшін қызметтеміз. Енді өлі разы болмай, тірі разы болмайды дейді. Оны жақсы білесіздер. Алтын алма, дұға ал, дұға алтын емас па деп өзбек ағайындар айтады. Сөйтіп дұғаны алып жатқан жайымыз бар. Алла тағала сізге разы болсын. Осы жерге келіп жатқан қанша зияратшылар ұзақтан келеді, Қазақстанның түкпір-түкпірінен келеді. Соларға батаңызды беріп, Құран оқып, зияратшыларға жағдайды жасап, қонақ үйде әдемі екен. Осыған Алла разы болсын. Алла тағала үй-ішіңізге, бала-шағаңызға береке берсін. Аман, сау жүріңіз. Көкіректегі невесі қаяқтан келді дейтін болса, осы жерге Бауыржан деген досымыз, әнші, мынау Рашид деген жорамыз Шелекте, Алматыда тұрады. Астанада Төребеков Талғат дегеніміз осы жерге Кенебек районына концерт құрып келді. Осы жерде міне зират қылып, осы музейге кіріп, музейдегі Айтеке бидің медалын көріп, біздердің де осында Юсупов деген басқармамыз бар Астанада. Соған неве қылып, осы Айтеке би жаңа өзіңіз айтқандай Айтеке биді абат қылып отыр екен, өзі қажы екен. Осығанда бір медал тақса қандай болады деген кезде Талғат Төребеков оны бұл жерде айтудың қажеті жоқ. Барғаннан кейін Юсупов мырзамен келісеміз. Міне Бақытжан бар, Рашид бар, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам бір невені айту үшін екі гуақ болу керек деген. Сол гуақтардың невесіменен кеше делегациялар келіп, осы көкірек невесін мен марапаттап кетті. Осы медаліңіз? Иә, осы. Құтты болсын. Себебі жаңа Нажмедин Мұсабаев деп отырған көкеміз, бұл Сейітқұл Әулиева Айтеке би алтын көпірік деп ат қойып кетті кеше. Енді осы алтын көпірікте алтынды алғаннан кейін, алтын көпірік деп намды алғаннан кейін, атын алғаннан кейін, соған жараса қолымыздан келгенше әрекет қыламыз. Сол мынау жаңа айтып өтетін келген кісілердің барлығы Назарбаев пен Шавкат Мирзиевті көріп, Қасым Жомартты неге қоймайсыңдар дейді ғой. Мен айттым, тоқта, өзім кеше келдім, менің де атым Жомарт. Келе сала аттасын қойыпты деп айтпасын деп, қазірше тұрыпты. Себебі ол Нұрсұлтан Назарбаев пен Ислам Абдуғаныш Каримовтің ең невесі күшті. Себебі бұл басқа мемлекеттен келіп, осы жерге, бұл қазір осы мұнияғымыз, оң жағымыз мешіт, сол жағымыз гостиница, оң жағымыз Айтеке би, батыс жағымыз жол тұрған кезде осы Қазақстан жері жаңылмай айтуға болады. Себебі Өзбекстан ешқандай неве қылмайды, жаңағыдай күтіп алады, шығарып салу мүмкін, бірақ осы елбасымыздың, рақбарларымыздың
істеп отырған істеріне, кәсіптеріне береке берсін. Міне бауырларымыз келген екен. Сонша жерден Алматыдан ат шаптырып, Ұлықбек, анау қари ініміз, атың анайсың? Жасұлан, Шыңғыс бауырларымыз келген екен. Бауырларымызға бір дұға қыламыз ба? Бата беріп қойыңыз бізге. Әумин десең бізге, бата берейін сізге, басыңа қанша іс түссе де Алладан күдер үзбе. Әуелі Алла құлым десін, бақытты болсын бәрлік құлым десін, Мұхаммед Мұстафа үмметім десін, желі жібімін дедім десін. Аллаға жағам десең азанды бол, қалқыңа жағам десең қазанды бол, ақылды бол, арлы бол, қатарың алды бол, бақытты бол, жанды бол, малды бол, тең құрбаның алды бол. Аллахым, өзіңнен өзгеге мұқтаж қылма. Еліміз қуатты, күніміз шуақты, қарияларға иман, жастарға өмір, бейфарзантқа фарзант, беймарларға шипа, ол талабанға ол қыз, талабан қыз, бақыт талабанға бақыт бергейсің. Басымыз аман, бауырымыз бүтін болғай. Шайтанның жолына салма, ақыл күшімізді алма. Кететін кезімізде ла илляха иллаллах Мұхаммад Расулуллах кәлимасын тілімізден айырма. Азабыңнан қорқам, рахметіңе үміттәрмін. Достарың көп болсын, дұшпандарың жоқ болсын. Аллахым, осы бауырларымыздың бүгінгі басып келген қадамдарыңа сансыз сауаптар жасын. Алладан не сұрасаң артығымен зиядасымен берсін. Сейтқұл қажыдай қажы болыңдар, жалаң төстей батыр болыңдар, әйтеке бидей би болыңдар. Алхамдуллах, раббил аламин, вал ахибату лил муттахин, вассалату вассаламу ала расулухи Мұхаммадин, вал алихи васхабихи ажмаин. Аллахым осы келесі жылға, 24-ші жылға, 6, 7, 8, 9 майға бұндай 4 адам емес, 40 адам менен бас-бастап Ұлықбекжан келуіңді Алла Тағала нәсіп етсін. Алла.